вина, прости меня. Налей вина, ведь ты не пьяна. Прошу тебя, извини меня. Без парашюта падаю, прошу, лови меня. И только ты эталон красоты, только ты. Итак, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Короче, бұл блог, андай блог қой. Бір апта түсіре берем, бір апта 2 күн, 3 күн түсіре берем, короче. И типа один день сарнатым дейтін күн ғой, короче. Бірақ менікі один емес, бір неделя. Ну, короче, поняли. Енді мен жанымда Али бар. Али квинчик, техникумда оқиды, бір квин өздері приколдары бар. Қанша қалып бөгем өздері приколдары бар, айтар. Өздерінің өтіп не істесігендер өзі білмейді. Короче, жанымызда Олжас бар, сосын Али бар. Үшеуміз алғыс айту күнінде өзімізге алғыс айтып PlayStation алып. Мен Ернат, Ерсұлтан, короче, біз үшеуміз отырып, бірнеше түрлі бір проект бастайын деп жатқанбыз. Соны келіп, шай ішіп ақылда, короче, как положено отырып әңгіме айтып отыр. Ютубтан көретін шығарсыздар, шай ішіп өздерінше ақылдасып, бизнесте бірдеңе деп жататын еді ғой. Вот, соны байдасы деп отыр. Олар 1 сағаттап, 2 сағаттап, 10 минутта бітіп жатыр. Жанымда Ерсам тұр, блогер олар. Палуан. Жаңа пицца заказ бергенбіз ғой. Заказ берген кезде Ернат көкеміз өзі абдышынан пісіріп берген ғой бізге. Ернат осында пиццер болып істейді. Чай бәрі бар, короче. Айым көкеміз бар. Жаным айналайын қандас. Қолынан не оған, серьезно? Өзі, 2 повар ғана істейді. Меха. Бір цитата. Он цитата білмеймін, мен андайды білемін. И на нашей улице будет праздник деген сияқты ше, әдемі. ВК-да аллигатор деген группадан алынған цитаталар бар. Қалай айтасың? Ұят қой. Когда ты учился, я преподавал дегендер бар әдемі. Гай Юлий Цезарь. Қазақша цитаталарым жоқ па? Уаздамаған. Қазақша цитаттар бар ма не? Бар ма ондай бар? Бар ғой. Цитатаны білесің ба? Андай былай в целом несін? Қалай цитата болатын? Великие люди айтады ондай сөздерді. Біз сияқты. Арманмен ұйықтап, мақсатпен тұр. Сен сөйтіп жүрсің ғой, осы общага. Нетзетті. Күні ой, Ернат көкеміз бар. Міне осы Ернат көкеміз бәріміз бауырлар, тамырлар болып бір проект істейік деп отыр. Ол проекттің атын пока өзім білмеймін, қандай проект екенін. Енді Алла қаласа алда күтіңіз. Деріске болады. Мүмкіндігінше бар, качественный қылып шығаруға тырысамыз, бар шығару. Алла қаласа. Және көтіғана Ерсұлтан, Арнат үшеуміз қосылып. Бұл екі менің командама қосылды. Негізі мен идея, сіздің идеяңыз болды. Мен пирамида қылып істедім ғой сонда. Мен жоғартым екеуге тартатым. Алла қаласа біраз жасаймыз деп. Мынаны шешіндіріп тастадым, не сондай? Шешіндіруден бастап жатсыңдар ма сонда молодцы. Қызбен ұрысқан кезде дебатың көмектеспей қалатын сияқты негізі. Неге көмектеседі? Біз қоспаймын ғой. Кетші, жеп дейтін сияқтысың бар. Айраттың? Қаттырсаның? Жасаймын. Дебатерлер ұрысқан жаман шығар қыздар ғой. Ұрысуға не апармай шығар. Нетзетті. Алисия деймін бір тәртібі бар, короче, шашаларын орыста деп ғой, қысқа. Боқтай ма бірдеңесі бар. Көкшімен ұрсам ғой, мен ұрысқан кезде өзі бірдеңе деп боқтай. Орысша бірдеңе, орысша боқтайсың ғой, талман бірдеңе деген сияқты. Содан кейін орысша сосын ренжіп кетіп қалған. Ренжіген деп, просто кетіп шығып кетті. Оңғарып мобилогер, каталог мобилогер. Сол мына жақта бизнес ашқан ғой, бизнес идеальный и метеорит. Менде мынандай форма болған ғой. Рунитік мынау. Решфорд. Менде рунитік болған ғой. Мына жақ жағдай 4 бұрыштан көтеріліп кеткен көкелер. Чисто тірлік етіп жатсыңдар ма сонда? Чисто тірлік, шаруа. Чисто тірлік болмашы жастар. Сіздерге айтайын тірлікпен аласыңдар. Короче, бұл адрес Қазыбековадан әдемі жолда. Өзі дворец Уалихана бар ғой, содан түсіп бара жатыр. Сол жаққа бұрсаңыздар, или болмаса Мира жақтан оң жаққа бұрсаңыздар, Арбат дейтін магазиннің төп жағында онға көкеміз күтіп алады. Контент мейкерлердің айталмандары, палуандар. Кім Жансерік атың кім болды? Ерсұлтан. Абылай атың кім болды? Палуандар. Сонда оңғардың туған бір әчкесіз ме? Кетші. Оңғар сенің бір әчкең сияқты ғой. Мобилографияны оқыды ма? Нешеге оқыды? Бір ай ғой. Бірдің үйренді ме вообще? Не үйрендің? Общение ғана десең. Қыздармен қалай сөйлесу керек, соны үйрендім десең. Сосын iPhone рассрочка қалды үйрендің ба? Короче, женский сағаттар бар. От 10 до скольки ты? 10. Сыртында береді кезіндер бар. Өздерің екеуің 2 аккаунт ашып олыңдарды ұра берсеңдерші екеуін. Қиям ұрадың. Чисто детский мысын. Өздерің садик ашып олмады. Молодец. 12 жасынан бастап еңбек етіп алып. 7 жасында грузчик болып істеген осында өсіріп осында әкелдік. Шай отырып ба? Сағат 3 біз понятие, короче. Түнгі 3-тегі компьютер ойнап отыр. Көлін ойнап таңсың, тағы 3 сағат қалғанбыз. Бітуге 18 минут қалды. Жігіттер мына жақта Warface ойнап отыр. Қосқым кетті мен ойынның ше. Басымын кеткен ғой прикинь. Мен өзі үйде компьютер ойнаған кезде бір жарты сағат ойнаймын да, жарты сағат шықпаймын да, қызық емес болып қалды. Қызық емес, действительно ше, компьютер бұндай қатты қызық болатын. Бір 3-4 сағат, 5-6 сағат отырған кезім болған. Содан ғой очкин киіп көзім көрмейтін кез. Мына жақта бауырлар, тамырлар, положено түрмен ойнап отыр ғой. Аяқ киім шешіп, үйдегі рей жақтың, короче, балаларға ойнаңдар еді. Балалар бирлі ойнап отыр, атаңының. Қайты ойнайды осылар. Біз кемей жатып отырған әлі.
жаздан бастап басқа кісілер аренда алғаннан кейін басқа кісілер істеді, ал ол жаз уақытқа дейін Албектер осы магазинде кәдімгідей движение, движуха істеген ғой, короче, по белому, по черному, по красному движение істей берген ғой. Өзі істеген магазинде басқа біреу аренда алып отыр, бірақ Албек осында өзі продавец болып істеді. Мына китайский дейтіндерің бұрынғыдай алып жей беретін. Мына жерде бір сағызман бәрін тұтып жей береді деп қой, еба. Әңгіме айтып тұрып, иә? Білінбей қалады, не жеп жатқанымыз? Не санап отырсың? Кешке отчет қойып, қанша болды? Ақша санап ұмытып отырсыңдар ма, жігіттер мықты. Компьютерде көп отырғанбыз, содан қат кетіппіз. Очкиім таппай қалғансың ғой, енді бүйтіп сығырайып жүрмін. Не көрінбейді, дым көрінбейді. Жазда, сентябрьда, алдыңғы майда өйстіп, есік алдында, магазин алдында тұрып, әңгімені жіберетінбіз. Үшінағы кешсек қойып, шу үшінағыншы. Біз алдында мынандай тұрмайтын ғой ше. Пустой болып тұратын бет? Тұрады, бірақ бір-екі. Толтырып тапты десейші. Дұрыс қой. Жоқ сияқты ғой, полный алып сүрткен сияқты ғой, иә. Компьютер ана жерде ашылып тұрушы еді өзі. Соны жеп тұр, әңгіме. Мына жақта бауырдаққа келген. Пока технический открытие болды, технический открытие болғаннан кейін примерно не бар, не жоқ, соның бәрін өздері көрді. Мына жақта чисто ауылдың дәмі ғой, короче. Сүт, құрт, ірімшік бәрі бар. Бұл кафе енді ашылғаннан кейін волнасына енді кіріп жатыр да, болашақта бұл кафе потолокқа кіріп. Қалсыңдар? Нормально. Кетчер. Кішкентай обзор мына жақта кірген бетте зон зал ғанандай. Негізшенің арасы примерно былай араларында перделер болғанда вообще бөлек болатын еді. Маған ұнайтыны кухнясы көрінеді ғой, мына жерде кәдімгі четкий болып көрінеді ғой. Төр бөлме дейді ғой, төр бөлме мына жақта. Бөлек. Саламатсыздар ма? Саламатса қалыңыз ғой? Саламатса. Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Мына жақта намазхана бар, мына жақ туалет былай. Женский, мужской, бәрі бір-бір қыз ұстап алып. Тағы бір официант қыздарың келе ма? Андай үшеуін парочка бар. Бар ғой так уже парочка. Қайда ол? Келу керек па? Маш метяри. Бақытты өңдер, жандар мен. Таптым ау сені. Күшті, бақытты өңдер, жандарым. Қанағыңа шам толып кесір қонды ма? Қасиетіңді білмесем кешір домбыра дей ма? Коланың өзі қазақи стиль кеседе ішесің ба? Бана жақта блогерлардың шайқас отырысы болып отыр ғой. Каждый өзіме мобилограф бірдеңе оқып алған көрсің. Бәрі бір-бір қыздан ұстап палуандар. Love story түсіріп жатсыңдар ма? Не бәле? Бауырдақтың ішінде. Бақытты өңдер, қызғалдақ сен біраз болды ма осыны істеп жатқанына? 2 апта деп. Екеуін бірге істеп жатсыңдар ма сонда? Содан кейін келдім мен. Вообще 3 ай бойы осы жерде. Стажым бар десейші. Подружки, петрушки келсеңдерші. Бәрі бір қызбен кәдімгі молодцы. Жаңа. Сен жігітің бар ма? Жоқ па? Болды, сен мен жүремін мен. Төртеуміз бір-бір қыздан, мен жүремін. Тек сырым болсан, бір-бірлерінің қазақи стилде жақсы көрдіңдер. Басады ма? Раз, тренкен. Размер қандай? Жүрші, ұра берем ғой мен адын. 48-ге ма? 48-ге ма мен адын. Как раз үйдегілер 48 дейді ғой мен. Сағыз бар ма? Сағыз өрші? Сағыз өрші қарындас мен ойын. От души, братва. От души, братва. Целуй. Доча. Қарындас мен, молодец. Шашобайда ремонт болған ғой, сол ремонттан кейін мен вообще өзім смотрящий, сол жұмыстар тірліктердің бәрін қарап отырып енді жағдай жасалып 4 бірішті короче ремонтын әдемілеп істеп қойыпты. Ең басында келген кезде что-то не то болып тұрады. Ремонт жаймен бітіп жатқаннан кейін уже көркі кіріп әдемі болып жатыр. Тамақ ішіп отырсаңыздар ас болсын. Ремонт осы. Ең басында мына екеуін көрген кезде не то болып тұрады, бірдеңе жетіспейді. Абой жабыстырып еді, кішкене сәні кіріп. Енді мына пакетін алса, телевизор қойса, PlayStation болса кетті ғой, потолок қой. Мини обзор. Мына жақ кірген бетте кухня, балкон еще кіргеннен кейін тағы да ұзын балкон бар ғой дальше. Мына жақта туалет, ванна. Ең басында нанын қойған кезде аралар длиня, енді былай реті кіріп, сәні кіріп, әп-әдемі болыпты. Қарыз сияқты ма или өзі осылай ма? Мына жақ детский дей ма или спальный ма қалай? Мына жер өзі бөлек ощущение ше. Күн түспейтін, скучный болып көрінеді шынында. Күн түспесе ше былай темный болып тұрады ғой. Ішің пысатын бөлме сияқты шынында. Склад дей ма, клет дей ма қалай? Мына ішін клет, мына жақтан былай шкаф қойса, сонымен әдемі болайын деп тұр. Міне спальный. Вообще полный ремонтқа 2 аптада кеткен ғой. 2 күн ішінде абойлар патырлап тастаған, 3 күн ішінде есіктер патырлап тастаған, сонда сөйтіп қарасаң 2 аптаның ішінде осындай жағдайға жеткізген екен. Евро ремонт бар ғой, негізі оны евролар істеу керек қой, европейский. Бізде почему-то басқа қазақтар, қырғыздар, өзбектер, орыстар істейді, европейстер істемей ме евро ремонт дейтін негізі? Или олай емес па? Соны жазып кетіңіздерші комментарияға, ренжімес. Евро ремонтты кім істейді сонда? Пацаны, поляну накрыли деп қойсын ғой. Сәл бір 2 орыс болғанда бір белкадан тартып жібереді.
түнделетіп бауырдаққа келіп мына жақта көкелер айтысып жатыр дейді, бір-бірімен қырылып жатыр айтысқан балапандар. Давай жіберші палуан, давай ехала жібер. Ответка. Давай палуан кеттік күйден, бір күйден жүрсіз тартып кес. Домбыран қымызға тойып апты де қоясың ғой бай. Көре құлы дейтін бар еді ғой бір күй. Әдемі жатты ғой, Бахадыр 2 самса дейтін түр болып тұр ғой, қарнасы салынып. Жер алдың сен ұмыт қалдың ба? Сен неде Меркурийде істеген жоқсың ба? Ренжіме қарындасым ай. Өз балаңнан артық бала бар мана. Мәз боласың жарай қалса шаруаңа. Короче, осындай жердеміз, мынау карго адрес сияқты ғой, типа Алматы, Астана, жан-жақ Қазақстан жан-жағынан товарлар келеді, осындай коробкалармен, короче, әдемі жерде. Мен бұл жаққа бір зат алуға келдім, сол затты аламын да, қайтамын. Движение ғана жоқ, кәдімгідей потолок. Міне заттар, товарлар осылай келеді примерно. Сосын осылай алып кете береді. Бүгін ерте келгем, соған бірінші болып келген, соған момияға дейін болып келген, соған жалғыз өзім отырып прикинь. Мұғалімнің өзі кешіп келген тіқтім, не кажется, ше. Осы уақытқа дейін кешігіп келетін, всегда кешігіп келетін. Никак бірінші сабаққа ерте болып, бірінші болып келмеген ғой. Мектепте де сондай болады. Колледжде бірінші рет болмады. Бүгінгі тарих, ертеңгі среда дейді ғой. Өзім риза болып отырмын. Қатты оқимын. Дәптер ручка әкелген кезде жақсы болатын айтшы, негізі. Сәл сол жағы ғана қате болып. Өзім осында отырамын. Негізі мектеп кезінде алдында отыратын, мына жерде отыратын. Чисто екі жерде отыратын ғой. Андай сабақты қатты оқитын балалар болды. Просто көзім көрмейді қаяқтың сабағы. Современный Москва сразу устроилась, да, братишка? Короче, Ернаттың үйіне келдік, біз андай проект бастағанбыз ғой, подкаст түсіретін дешеді. Асықпай жаймен деп, балалармен движение жасаймын дейтін балалар, короче, айрек деп отыр, білмеймін, әйтеуір желаниялар, ниеттері бешеный. Ерсұлтан Алмашон Зорыл. Тоқ бар бізде. Кетші, жікті. Сас кеткен ғой, екі. Қатқан тұрды, еш қалықты сасымайды. Қатқан нәрсе сасымайды. Мен шапкамен алып отқан жесем. Ведь за болью стоит любовь, пацаны. Алла қаласа әжейме өзіміздің әшей подкастымызды бастамақпыз. Біздің бас генеральный директор өзім, бас камера бәріне жауапты беретін техника Алмашон, Instagram бірге кетеміз. Махабаев Ерсұлтан идея бәрін осы қамтып етеді. Біздегі басты кейіпкер Әшім Арнати өзіміздің бас барлығын осы түсіріп өзі монтаждап өзі басын өзі оң қолым қазір. Қайта оң қолым, сол қолым не істейтін білмеймін ғой. Съемка бүгін менде съемка кешке жатырмын. Неге шашың
көптеменде Шапшуыз кетші алдында короче өз мектебім нақты қалай деймін ба интервью алып жатыр ше дебаттан кейін одан тұрады да мен орыс мектебінен келіп 4-ші мектеп дейді ол анау еркекші неге баяғы әзіл ретінде айтамын деген ғой анда харизма серьезно болып кетті натуралде қабылдап қалып адам баласы интервью тұрған әзіл айтады ма әзіл айтады бір әзіл жатып жүрген есеней үлкен болса бір жөн ғой мен де айтатын едім бірақ неге сөз тазалығын сақтамайсың анау мынау деп яғни серьезно айтып тұршы маған мен әзіл ретінде айтамын деді мен 4 мектеп бітіргенмін жегіз жерім ғой деп сен қаласың бар ана үстін ашып кетті ашып кетті да ба сен ол неғып ашып айтты ғой еркешті 2 аптада мен астанаға кетіп тұрған ғой творог па не білемін короче алматы күні естіген тамағы әдемі такой қандай аппетитный такой вкусный ой спасибо монголиядағындай әшейін су ішетін болғанбыз ғой иә ыстық су ішеміз ба короче бүгін как раз алматының туған күніне торт алматы десің да соны давай бүгін алматы туған күніне бәріміз келіп туған күніңмен ой сорлар сен былай пым пайдасы ебать отырықшын айналып базар жоқ енді андай шайды бірінші рет көрдім не норт болсын соңғысы білесің ба сен бір айға деп алған сәлге дей тұрамыз ше просто үй жаным дильназдың еркесі қаясың ғой міне дильназға отчетмен тамақ беріп отырық міне жаным құдай сәлге дей тұрады нан жоқ қой тортпен бір шәугім шай бар ма еді естеріңде қара шәугім қайнайды короче қонаққа кім келді нұртас влог түсіріп жатрсың ба авангард сосын рома бұйырса празднигің келе жатыр екен ғой рамазан короче картаны ашық ойнайтыным бар еді өзімше басташы ой көкем айналайын қызық емес так 9-дан жүрейін ба жоқ мен кішкене бір туздан жүрейінші туздан жүретін болып тұрмын короче менде де сондай похуй жүзім бар еді кішкене сәл пәл ақыры похуйстық болып жатыр ғой сәл өзің басып еңбектенбейсің ба ассалаумағалейкум бүгін біз ернат бауырымыздың үйіміз болады інілеріміз өздері бір проект бастағысы келген екен соны қолдап кішкене көмектесейік деп келіп тұрған жайымыз бар осымен влог бітті всем от души до конца көргендеріңізге всех целую обнял поднял до свидания әдемі болған сияқты